Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін, жұмсақ әрі жұқа болып пісетін құймақтың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепттің ерекшелігі ешқандай сүттің қажеті жоқ, тек сумен ғана жасаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шым-шым тұз және қант салып біркелкі болғанша араластырамыз. Қантымыз міндетті түрде еруі қажет. Содан соң осы массамызға барлығын емес, аз-аздан ұн салып отырып, қою болғанша араластырамыз. Видеода көрсетілгендей, ас қасықтың көмегімен осылай еліктен өткізілген ұнымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Өте маған қатты ұнайтын рецепттердің бірі. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай мұны біркелкі етіп араластырамыз. Содан соң толық емес, жартылай суды құйып отырамыз аз-аздан. Осылай мұны суымызды құйдық. Тағы да араластырамыз. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар, сіздердің құймақтарыңызда ешқандай түйіндер болмайды. Араласпай қалған түйін болмайды. Енді осы массамызға ас содасын және де сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай түйіндер болмауы керек. Осылай мұны араластырып шығамыз жақсылап. Міне осылай мұны ешқандай комочексіз біркелкі болып осылай болады. Енді пісіреміз. Табамызды жақсылап қыздырып, май жағып, екі жағынан асықпай пісіріп алатын боламыз. Осылай мұны аударып аламыз. Міне осылай құймақтарымыз дайын болды. Сіздерге менің рецептім ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.